Қайырлы күн достар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Аймен. Бүгін мен осындай етті бәліш дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Пирогтың ішіне мен ет, капуста, асқабақ, картоп және пияз қосатын боламын. Ең алдымен етімізді майдалап турап аламыз. Кішкене құйрық майда қосатын боламын. Майлы дәм беретін болады, ішіне әдемі болады қосқан кезде. Пышағым неге дәу десеңіздер, ет турағанға өте ыңғайлы пышақ осы пышақ. Мінекей етім дайын, турап болдым. Енді осыны қызып тұрған тапаға кішкене май құйып, жақсылап жартылай піскенше қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Енді пиязымызды турап, жаңағы етімізге қосып қуыратын боламыз. Мінекей пиязымызды салып, жақсылап араластырып, жай отта бетін жауып қоятын боламыз. Ал енді етіміз дайын болғанша қамырымызды илеп дайындаймыз. Қамырымызды дайындау үшін бірінші суымызды құямыз. Және де май құямыз, сұйық май. Енді осыған тұзымызды 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызға разрыхитель қосып араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Разрыхительді арасына араластырып жібереміз. Сонда ұнмен араласып, қамырға көмегі әдемі жақсы әсер ететін болады. Енді жаймен ұнымызды сала отырып, жақсылап әдемі қамыр илеп шығарамыз. Ұн менде высший сорт. Первый сорттан да жақсы шығады. Бірақ мен ылғи высший сортты қолданам. Әппақ әдемі болып шығады. Қамырымыз қатты қалың, қатты сұйық болмау керек. Орташа жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Мінекей осындай қамыр шықты. Осындай жұмсақ болу керек. Қамырымыз дайын. Енді бұны 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындайтын боламыз. Мінекей енді көкөністерімізді жаймен турап, барлығын майдалап, 4 бұрышты етіп турайтын болам. Мінекей осылай етіп турап шығатын боламыз.
Мінекей дайын. Барлығын турап болдым. Енді осыған жаңағы қуырып қойған етімізді саламыз. Менің етім шамамен жарты сағаттай бұқтырылып тұрды жай отта. Осыған тұзымызды, кішкене бұрышымызды араластырамыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей дайын. Енді қамырымызды жайып, пирогымызды дайындаймыз. Енді дайын қамырымызды алып, екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі үлкендеу, бір бөлігі кіші болуы керек. Осылай домалақтап дайындап аламыз. Енді үлкен бөлігін жақсылап жайып аламыз. Бұл үлкен бөлігі бізде астына төселетін болады. Осылай жақсылап жайып аламыз. Жұқалығы шамамен жарты сантиметр болуы керек. Дайын қамырымызды ыдысымызға жақсылап төсеп салатын боламыз. Осылай шетіне шығарып жақсылап төсеп аламыз. Төсеп болғаннан кейін салмамызды ішіне жақсылап салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Мінекей жақсылап жайып салып шықтым. Енді бетіне жабатын қамырымызды жайып аламыз. Мінекей бетіне жабатын қамырымыз дайын. Бұл кішкене кішірек болады бетіне жабатын болған соң. Енді осы қамырымызды алып, пирогымыздың бетіне жақсылап жабатын боламыз. Жақсылап ашық жер қалдырмай жауып шығамыз. Және де шетін осылай жақсылап қайырып шығатын боламыз. Астындағы қамырымыз осылай шетін қайыру үшін үлкенірек болуы керек. Сонда осылай жақсы жабылып, әдемі қайырылып жабылатын болады. Мінекей пирогымыз дайын. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарысын бір келкі етіп жағып шығамыз. Мінекей жағып болдым. Енді осыған ортасына ауа кіріп тұру үшін, ауа шығып былай ісініп кетпес үшін тесік қалдыратын болам осылай. Енді дайын пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз пісіп қалды, дайын болды. Керемет болып, қып-қызыл болып, әдемі болып шықты. Қазір енді кесіп көреміз. Ал енді бісміллә деп жақсылап кесіп көрейік. Кесілгенге өте әдемі болып тұр. Жұмсақ жақсы кесіліп жатыр. Мінекей. Керемет болып, буы шығып, әдемі болып тұр. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Жасап көріп, міндетті түрде пікір қалдырып, каналыма тіркеліңіздер.
Ал енді бізге ас болсын деймін. Сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар.